Түшөрүү деген не? Башканын түшөрүүн жокко чыгарууга бола ма? Дастурлуу түшөрүүмен жүрүүгө бола ма? Китаппен түшөрүүгө бола ма? Менин түшөрүүм кате, сиздин түшөрүүңүз дуруспа? Гегелдин айтып аткан теориясы не бул? Осуну мына видеодо талкуулайтын болобуз. Унаса лайк басып тыңдай отурыңуз. Түшөрүүдө далил жүрмөйдү. Яғни сиз менин гана жоруган түсүм дурус, башкалардын түшөрүүчүлөр кате айтып атыр деген түсүнүктө болмауңуз керек. Түшөрүү ар дайым жаңарып отуратын сала. Бул адамдын қазіргі коомдук санасына асер этетин, сол менен байланыштуу тирилип, жанарып жашап отуратын бир сала сондай. Яғни бул әңгіме кайдан чыкты? Менин жекеме жазып атыр, WhatsApp'ыма жазып атыр, эфирде отсам айтып атыр. Сенин мына түшөрүүң кате, меники дурус. Кудайдан уял, сен кате жоруп атсың. Bunday түсүнүктөр кайдан чыкты айта кетейик. Ол дастурлуу түшөрүүдө кандайдыр сиңиртип алган адамдар. Құрметті түш жорутушылар, сіздер бір нәрсе біліңіздер, түш жоруда сіз ешкімнің ақиқатын, жоруын жоққа шығара алмайсыз. Неге екенін түсіндірем. Түш жору жаңа айтып өткендей, қоғамдық санаға байланып тұрады. Екінші бір мәселе, түш жору деген, ол деген сөз дербес адамның ұстанымына, мәдениетіне, өмір салтына, түсінігіне, сеніміне байланысты жорылады. Яғни мысалы, мен исламист жорушы болсам, сіз атеист немесе тәңіршісіз. Сіз өзіңіздің сеніміңізге сай түш жорисыз. Түш жору деген ең бірінші нәрсе адамның жаңағы ақылына байланатын болады. Ендігі мәселе бұл жерде біз қалайша түсті жоққа шығармаймыз. Оның себебі бұл Гетель айтқан философиялық ой, бұл неміс философы, адамдар жоққа шығара алмайтын да, және де келісе алмайтын да дүниеде ұғымдар бар дейді. Осы екеуі біріккен кезде жаңа бір жаңалық жарыққа шығады дейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз жаңадан түш жору жарыққа шығады. Міне сондықтан да сіз ешбір түш жорушының сенікі қате, менікі дұрыс деген ұғымды ұстана алмайсыз. Яғни бұл арада адам түш жорутушыға кімге байланысты, кімге түшті жортады деген мәселе ғана шығады. Яғни бір түш жорушы басқа түш жорушының артын чоқып, дұрыс емес, дұрыс деген нәрселерді айта алмайды. Дегенмен де дәл сол түш жорутушы адам өзі таңдай алады. Мен мына мәдениеттегі адамды қолдайын ба, түшін жортайын ба, жоқ әлде мына діндегі адамға түсімді сеніп тапсырайын ба деген нәрсені сол кісі ала алады. Яғни жаңа Гетельдің айтып отқан, екі нәрсе жоққа да шығара алмайсың, бар деп айта алмайсың. Оның нәтижесі түш жорутушы адам. Яғни түш жорутушы адам өзі таңдайды. Мынанкі дұрыс па, мынанкі дұрыс па деген мәселені. Ендігі кезде біз мысалы бұл жердегі сұрақ шығады. Біз сонда түсімізді ондай ешқандай дәлелге жүрмейтін түсті қалайша біз жортамыз адамдарға? Ол қалай сонда дейтін мәселені біз айта кетейік. Әрбір түш жорудың соңында ақылы дәлел тұруы керек. Яғни біз бұл жерде түпкілікті жоққа шығарамайсың деп айтып атқан жоқпыз. Яғни сіз айыра білуіңіз керек. Мысалы бір адам дәстүрлі түш жорушы, ол өзінің әжесі, ата бабасынан естіп келе жатқан дәстүрлі түш жоруды өзі алды. Мысал келтірейік, бізде күйеңнен таралған тісің түспесе адам өледі. Ол соны әжесінен естіді. Әжесі кезінде өзінің анасынан естіген болатын. Солайша мына түш жорушы бала сонымен әлі жүр. Дәстүрлі түш жорудың артында ешқандай да дәлел тұрмайды. Яғни біз субъективті түш жору, объективті түш жору деп аламыз. Субъективті түш жору бұл дегеніміз дәстүрлі түш жорулар, кітаптан қарап түш жору, солар жатады. Объективті түш жору деген бұл адам. Кәдімгі тірі адамнан сіз объект түш жоруда аласыз. Енді субъективті түш жорулар неге біздің заманымызға қазір келмейді? Неге біз ол түш жорушының керек, алмауымыз керек, яғни жоруын? Оның себебі, оның түпкілікті ол түске деген дәлелі жоқ. Сөзіміздің басында айта кеткендей, біздің түш жоруымызда бақталастық, жаңағы сенікі дұрыс, менікі дұрыс емес деген нәрсе шықпаса да, бізде дәлел бар. Негізі жоруымыздың астары терегі болады. Оны түсіндіреміз қазір, айтып жатырмыз. Ендігі қараңыз, дәстүрлі түш жору неге алынбайды? Оның себебі, оның түпкілікті түбі жоқ. Мысал келтірейік. Бұны біз ырымдармен мысал келтіреміз. Мысалы, бір ырым болды, үй сыпыртқаны басын жоғары қаратып қойып қою мәселесі. Яғни, оны біз қазір дәстүр көреміз. Дәстүр көргенде оны осылайынан қойып көру керек, себебі ол жатқаса жамандық болады, тағы бір теңге деп айтып жатады. Ал ол сыпыртқаны жоғары қоюдың шын мәніндегі себебі әлгі адам
ол жанагы сыпыртканы жаткызып койсо онун устайтын жери булганады. Ал бүтүп тургузуп, ордунан тургузуп койсо онун басы кыйсайып калады. Ол сол үчүн осы тазалыкты және де бүтүндүктү ыңгайлуу көрүп, онун сыпыратын жагын жогары каратып койду. Ягни бул жерде тормоздуктан, кажеттиктен пайда болгон ушундай техника. Ал биз onu иштедик. Онун түпкү себеби, техникасы эмне үчүн керек болгон бизге жоюлду. Onun ордуна бизге ырым пайда болду. Жанагы кет элдин айтып аткан, ырымы пайда болду. Биз сол анамыздан, ажемизден көрген сыпыртканы жогары коюусу дурус экен деп түшүндүк, солай колдона бердик. Онун астары кетип калды. Түш жооруда дал осы маселе. Ягни bir адам осыдан 100 жыл бұрын тіс түсіп калууду bir белгилүү bir акыллый далилдерге сүйөндү. Мисалы, ол түсүң түсүп калган кезде ол адамның жанагы кан агып чыккан себепти ол bir кететін жан, тісің түскені чыгатын жан сыяктуу кылдырып, ол адам өлөдү деп алды. Бирок ол нерсенин акылый далили кетип калды дагы, онун тек гана эстеген жоруу гана калды дагы, казирги урпак сону пайдаланып жүр. Бул бизге өтпөйдү. Өйткөнү түш жоруу акылый далилге сүйөнөт. Энди акылый далил деп эмнени айтып атырмыз? Сону айтайык. Акылый далил дегенimiz бул ар бир нерсенин сонунда туратын, яғни төстө көретініміз өмірдегі болып атқан факторлардан. Сондықтан әрбір жорыған түстің артында өмірлік факторлар тұруы тиіс. Оны мысалы дәлел келтірейік. Осы бір алтыға бармай, осы түсіп қалған түсіміз туралы айта берейік. Егер түсіңде тісің түсіп қалса, бұл жағымсыз оқиға болады. Ол деген сөз, мысалы, ол түсіңде чырып атқан тіс түспаса, сен білетін жағымсыз оқиға болады. Ал енді сен жанагы бүтүн түсүңдө бүтүн аяк астынан түшүп калса, сен ойламаган күтпеген жагымсыз окуйга болады деп жоойбуз. Энди бул жооруубузга биз албетте акылый далил сизге усунабыз. Сиздин далилиңиз акылый кайсы десе, ол жерде биз айтамыз. Түш жооруганда өмүрдө сенин тисиң түсүп калса, таган унамайды го ол. Сен өмірде ауырып тұрған түсің бір күні түсіп қалатынын білесің, бірақ саған ол ұнамайды. Денеңнің бір шеті өзіліп кеткен, саған ол жағымсыз. Сондықтан оның дәл солай түске кіру, олай солай жолады. Ал енді дәл өмірде түсіңдегідей сау түсің аяқ астынан түсіп қалса, сен оны жоспарыңды бұзады, өмірлік жоспарыңды бұзады сенің. Мысалы, сен күнделікті жұмысқа бардың, өте қарбалассың, сондай бір саған ғана бүкіл қызмет қарап тұр. Сөйтіп атқан кезде сенің түсің түсіп қалды, жағымсыз оқиға орын алды. Ол сенің бүгінгі схемаңды, өмір сүру салтыңды бұзады. Сен бастықтан сұрауын керексің, поликлиникаға жазылу керексің, тісіңді қарату керексің, ол емделу, орнына тіс салу, күндерді алады. Ал сенің жақтағы жоспарларың қалды, жағымсыздық. Дәл сол сияқты түстің де осылайынан жорылады. Яғни біздің айтып атқанымыз, сенікін жоруың дұрыс, менікі дұрыс емес. Яғни біздің айтып атқанымыз, менің жоруым дұрыс, сенікі дұрыс емес деп айтқанда сіз наға мән беріңіз. Түш жорушының ақылый дәлелін сұрай біліңіз. Ол түш жорушы өзінің деңгейінде түш жорый ма, әлде естіп алған объективті, субъективті жаңағы түстерді жорый ма, соны біліңіз. Бұл жерде біз дәстүрлі түш жоруды айтып атырмыз. Енді бұл жердегі мәселе, менің ата-бабам солай жорыды, мен де солай жорыйм деген әңгіме жүрмейтінде. Оған да біз сөздерді айта кетейік. Яғни бұл жерде біз дәстүрлі түш жору, дәстүрден қалған кітаппенен түш жору, Ибн Сиринді қолдану қаншалықты дұрыс еместігін парқын айырып беретін боламыз. Сонымен сіз айтасыз, менің әжем осылай жорыған, Ибн Сирин керемет түш жорушы, тақуа, мен соның ізімен қолданып түш жорыйм деп. Енді бұл жерде бір нүкте айта кетейік Ибн Сирин жайлы. Ибн Сирин бұл жанағы тақуа, табиғимдерден, заманында керемет түш жорыған адам, оны ешкім жоққа шығармайды. Бірақ бұл жерде біз айта кетейік, Ибн Сирин ешқашан кітап жазбаған. Менің жоруым осы, айналайын ұрпақ, мұсылмандар, менің жорым пайдаланыңдар деп айтпаған ол кісі. Соны біліп қойыңыздар. Ибн Сириннен жеткен жору, бүгінгі күнімізде Ибн Сириннің кітабы деп жүргеннің барлығы, ол мен бірінші шығарылымда айтып кеткем, кімдік екенін қызық болса видеоны тауып берем. Енді ол жерде Ибн Сирин өзі түш жорыған жоқ. Енді оның жорығандарын біз, яғни жорыды, бірақ кітап жазған жоқ. Оның жорығандарын біз қаншалықты пайдаланамыз, айта кетейік. Ибн Сирин табиғиндерден хижреттің
алтын ғасыры болып саналатын бір 2-3 жылдары ғасырларында хижрет бойынша өмір сүрген ғалымдардан. Енді ол Ибн Сирин біздің жалпақ тілімізбен түсіндірейік. Мысалы, өзінің жаңағы ол меніңше жаңылтпасам ирактық ғалым, өзінің Басра қаласында әдемілеп түс жорып жүрді ол кісі. Жақсылыққа түс жорып жүрді. Дәл оның түс жоруы дәл сол қоғамға өтімді болды. Неге? Біріншіден, Ибн Сирин сол жердің тұрғыны. Ол бір аспаннан, космостан, шетелден ұшып келген жоқ. Дәл сол жерде тұрады, дәл сол өмір сүріп жатқан қоғамның жай күйін білет, өмір тіршілігі салтын білет. Қаны сол жерден, жаны сол жерден, сол жерде туып өсті. Өзінің туып өскен қаласының әл-ақуатын, мемлекетінің тіпті заманының жай күйін білетін ғалым. Сондықтан оның түс жоруы әлбетте Алланың қалауымен нақты шықты. Ал енді сол Ибн Сирингізді қазір сіз осы заманда біздің қазіргі өркениеттік, жаңағы демократиялық, зайырлық, дербес, даму, сондай бір жаңашылдық болып кеткен қоғамда пайдалана алмайсыз. Өйткені біздің қазіргі заманымызда теңдік заманы болып жатыр. Ол жақсы жаман бөлек әңгіме. Бірақ біздің қоғамымыз өте сондай бір ауысқан жаңа дәуір кезеңі. Дәл сол жаңа дәуірдің кезеңі біздің қоғамдық сананың жаңғыруы. Сіз оны анау өткен ғасырлардағы бір жаңағы арабтың көзқарасымен жори алмайсыз. Бұл өтпейді. Оның себебі не? Оның бірінші себебі ұқсастықтың жоқтығы, екінші себебі дәлелдің үзіліп қалуы. Ибн Сирин кезінде біреуге былай жорыды, біреуге былай жорыды, бірақ оның дәлелі өзінде кетті. Ол айтқан жоқ, осындай дәлел, деген нәрселерді. Бірінші мәселе, екінші мәселе жаңа айта кеттік. Енді әлбетте Ибн Сиринді мүлде оқымай қой, дәстүрмен мүлде таныспа деген әңгіме жоқ. Зерттеу мақсатында, салыстыру мақсатында, сіз түс жорушы болсаңыз, өзіңізді дамыту мақсатында әрдайымда дәстүрлі түс жорушыны, кітап түс жоруларын жаңағы зерттеу мақсатында қарау керек. Оны мысал келтірейік, жаңағы біз Гетельді айтып жатырмыз ғой. Сол Гетельдің философиясын атеисте, мысалы Марксте қолданып кеткен, қазіргі мұсылмандар да қолданады, Құдайдың бар жоқ деген темасына. Яғни сіз бір объектіні мысалы зерттеуге өзіңіздің салаңызға алаласуға құқығыңыз бар. Ақпарат, білім жаңарту мақсатында, бірақ оны жоруға қолдануға болмайды. Жорудағы бақталастық мәселесін айтып кетейік. Бақталастық ол қай салада да болады. Бақталастықтың жүрмейтін жері жоқ. Егер бір адам біреумен бақталаспаса, бәсекеге түспесе, жарнама жасамаса, онда оның жұмысы тасада қалады. Бақталастық ол жақсы. Бірақ бақталастық өш киюменен, менікі ғана дұрыс, сенікі бұрыс деген тәкаппарлықпенен жүрмеу тиіс. Бақталастық ғылыми ізденумен, өзіңнің жоруыңа тұра білуіңмен болуы тиіс. Біз қысқаша айтқан кезде, мысалы, түс жорушылар бұл жерде қатысады. Яғни, түс жорушыны дұрыс таңдау білу керек адам қорытындылай келгенде. Егер бір адам түс жорушымын деп өзін насихаттаса, оның артында ешқандай да дәлелі, өзінің интуициясымен, кәшфімен дәлел тұрмаса, ол мына кітаптан жаттадым, әжем сөйдеп айтқан дейтін болса, ол түс жорушы емес, ол тек қана көшіруші. Ол генетика сияқты ұрпақтан ұрпаққа, кітаптан кітапқа көшіріп жүрген адам. Ол көшіруші, ол өндіруші емес. Ал өндіруші кім? Өндіруші өзінің интуициясымен жаңағындай ақылы дәлел ұсыналатын, дұрыс жоруды бере алатын адам өндіруші болады. Міне, осы адамға дұрысы түс жордыңызда. Өйткені неге өзіңнің ақылыңнан түс жору керексің? Неге сен, дайын тұр ғой кітапта деп, оны жаңа қайталай айтайық. Ол қоғамның басқасы, мынау қоғамның басқасы. Сол себепті де сіз өзіңіздің ішіңізден жаңағы дәлелдерді ала білуіңіз керек. Оның үлкен себебі неден дейтін болсаңыз, үлкен себебі түс жоруда Алла тағала пендеге берді. Яғни біздің жан дүниемізде түс жору, оған дәлел табу бар. Біз оған, мысалы, Құранның өзін үйрену үшін сен тәжвид ғылымын үйренесің. Құран жаңағы мынау р әрпі, мынау әлиф, ләм, мим, мынау кәсіра, фәтха деп сен оны ұстаздардан үйренесің. Құранды сонымен жатқа жақсылап, әрбір жерде мақамын келтіре, тәжвидін дұрыс қоя үйренесің. Түс жору олай емес.
түс жору Құдай өзі сенің ішкі жан дүниеңе берген нәрсе. Сенің қабілетің болса түс жоруға, сен оны міндетті түрде ары қарай сабақтай аласың. Түс жору деген нәрсе егер сенде бар болса, айта кетейік, ол мынандай нәрсе. Бір жіп сияқты, иә, мынандай бір байланған емес, бір кейде болады ұшы табылмайтын жіп. Дәл сол жіп сияқты түс жору. Сенің ішіңде сол жіп бар. Сен оның ұшын тауып, былайынан тарқатып ала білсең, демек сен өзіңнің ішіндегі түс жору атты қабілетіңді сыртқа шығара алдың. Сен жаңа айтып кеткендей өндірушісің. Өндіруші демек сен өзің түсті қалай қалыпқа келтіріп жорисың, солай жоруға хақың бар, өндірушісің сен. Құдайдың өзі саған сертификат, диплом беріп саған. Ал сен оған және де өзіңнің товарыңа жаңағы сапасына жауап бере аласың. Мынандай сападан жасалған ол. Ақыли дәлелі міне осы деп сен оған жаңағы сапа жағынан да кепілдік бере аласың. Міне сен сол кезде ғана нағыз түс жорушы боласың. Ал жаңа қайталап айтам, сен жаңағындай кітаптан, дәстүрден алып алсаң, онда сен кешір түс жорушы болмайтын. Мына жерің өзіңнің кеудең, жүрегің, ақыл санаң түс жоруға мүлде жабық болса, демек саған ол нәрсені жасандылықпен жасаудың қажеті жоқ. Білесің, нарықтық экономикада жасанды товарлар бәрібір де жасанды екені білініп, тасада қап кетеді. Енді біз бұл жерде түс жорушыларға ақыли дәлелдердің тағы бір мысалдарын келтіріп өтейік. Адам түс жорушымын деп өзін жарияласа, бірінші нәрселерді айтып кеттік. Екінші нәрсе, ол өзінің сенімін қалыптастыру керек. Мен мысалы ислами түс жорушымын. Сен дәстүрге сен, немесе сен математик, мысалы бір мұғалімдер математик болады, ұнатады. Өзінің есеп қисабын, иә, 1 қосу 1 2 болады деген, ананы көбейту, мынаны көбейту сүйеді. Ол соған махаббат. Енді соған оның түс жору қабілеті бар екен. Соны қосса, нұр үстіне нұр болады. Есеппенен, дәлдікпенен тура түс келтіріп жорып беру, ол өте тамаша болады. Яғни сіз өзіңіз ұстана біліңіз. Мен математикалық түс жорушымын, ислами түс жорушымын, дәстүрлі түс жорушымын, атеист түс жорушымын. Ғана сіздің мынандай шекараңыз пайда болады. Сіз шығып кетпейсіз. Неге бұл маңызды? Өйткені жаңағы өндірісті де айтып отырмыз. Өндірісте де ол нәрсе маңызды, иә. Өндірісте бір нәрсе бір затқа ғана өндіріс шығару керек. Мысалы біреу сүт шығарып атып, сүтке барлығы жарнама жасап, артынан пол жуатын затты сол жерден шығарса, ол болмай қалады ғой. Дәл сол сияқты түс жоруда сіздің өзіндік позицияңыз болса, сіздің позицияңызға көңілі толатын, сенетін адамдар сізге келіп түс жоритын болады. Иә. Енді бұл жерде айта кетейік, белгілі болды. Сіз түс жорушысыз, өзіңіздің ұстанымыңыз бар. Шекарадан шығып кетпейсіз. Енді ақыли дәлелдерді айта кетейік. Ақыли дәлелдер деген бұл жерде ислами түс жорушының ақыли дәлелі не? Ислами түс жорушының ақыли дәлелі ол Құдайдың тыйғандары және парыздары. Иә, ол Құдайды бар деп біледі, оған құлшылық етеді, оған мойынсұнды. Я Раббым, сен менің Раббым екенсің, сен мына әлемді мені жоқтан бар етіп жаратып қойыпсың. Мақсатың өзіңді іздену, өзіңе құлшылық ету екен ғой. Мен саған онда құл болдым деп айтқан мұсылман адам түсінде дәл осы сенімнен шықпай жориды. Ол өйткені ұйықтағаны, жатысы, адамдармен мәмілесі барлығы да ислам шеңберінде болса, әлбетте түс жоруды да осы шеңберде алып қояды. Енді ол жерде ақыли дәлелдерді айта кетейік. Мысалы, адам түсімде арақ ішіп жүрмін, өте көп ішіп қойдым дейді. Мұсылман түс жорушысы ойланды. Бұл арақ деген нәрсені Құдай тағалам тыйған еді ғой, харамдардан еткен еді ғой. Бұл енді ішіп жүр екен деп алады. Енді бұл жерде түсінікті. Бұл кісі бір зияндық жасап жүр деп. Бір нәрсені біліңіз, түс жорған кезде әрдайым дәл көрілді, солайынан жорылмайды. Демек сен харам жасадың деп жорылмайды. Өзі харам заттың харам жасадың деп жорылмайды. Өйткені түстің мақсаты, түс жорушылар не шығып жатыр? Түс астарлы түрде кіреді. Түс былайша айтқанда, қазіргі заманауи тілмен айтқанда бір пароль, шифровкамен, я не бір сондай нәрселермен келеді. Ал оның кодын, паролін аша білетін кім? Түс жорушы маманы. Дәл мысалы бір телефоныңыз бір паролін ұмытып қалдыңыз, немесе жаңағы қайта бір жаңағы графикалық құлыпты жасап қате түсіріп алдыңыз. Ол кезде сіз не істейсіз? Сол нәрсені маманына апарасыз, ол біледі. Оп-оңай шеше салады ол. Дәл сол нәрсе түс жорушылар да солай. Ол сіздің мысалы алдыңызға келген түс
окутуушу сизге ол өзүнүң түсүнүң тилин түшүнбөй жатыр. Жал жанагы графикасын кателесип алган телефону сыяктуу өзүнүң түсүнүң тилин түшүнбөй сизге кеп тур. Мен мындай түс көрдүм, эч кандай да курастыра алмадым. Жооп бериши. Осы кезде сиз жанагы аракты көргөн адам болсо ойланасыз. Демек, бул жерде ол арак деген накты өзүмен жоорулмайды го. Бул жерде бир кодтур. Сол кодду табууга тырышасыз. Энди акылый далилге оралайык. Бул жерде арак өмүрдө харам, түсүндө харам болгон затты ичип жүр. Не болду? Ол өзүнө зыян этип жүр болду. Өйткөнү парыз, ягни харам ишти өмүрдө жасаудун негизги несі жасамаудың негізгі себебі оның бізге зияндығынан. Алла тағала біздің ақидамыздың түсінігі бұл. Алла тағала бізге жанағы ашқари ақидасы бойынша Алла тағала бізге бір нәрсені харам етсе, демек оның біздің астарында бір біз білмейтін бір бізге зияндық жатыр дейді. Оны мысалы қазіргі заманымызда ғалымдар зерттеп жатыр. Сол арақтың өзін айтыңыз. Арақтың өзінен қаншама деген организм құртылады, қанша деген отбасы кетіп жатыр. Ол түсінікті нәрсе. Демек Құдай арақтан тиді, демек ол зиян өмірде көретін. Шошқаны Құдай тағала тиіп тастады, шошқаның етін жемеңдер. Неге? Оны да ғалымдар дәлелдеп жатыр. Шошқаның денкасында өте көп тірі бактериялар бар, зияндық небір ауру шығаратын. Оны сенің ана сиырдың етін қайнатып қойып, құрт салып, терлеп отырып, ішетін сорпаң сияқты ол қайнатқан кезде өліп қалмайды екен. Ол жарықтығың сенің ішіңе барып, сені құртып тынатын сондай өлмес бактериялар екен. Сол себепті Алла тағала бізді ол шошқадан тиіп қойыпты. Яғни харам деген нәрсе бізде ол зияндықтар бізге. Оны сол үшін Раббымыз бізден тыйды. Ендеше бұл жерде бұл адам өзіне зиян етіп жүр. Түсінде харам істеп қойды, арақ ішіп, демек ол өзіне зиян етіп жүр екен деп түс жорушы жанағы топшылып, яғни түс жорушы бұл жерде солай жасауы тиіс. Енді бұл жерде ол кісі сұрақ жауап қояды ол кісіге, жорытып атқан адамға. Қандай зиян істеп қойдыңыз? Немесе бұл жерде зияндық мәселесінде жаңағын айттық біз, кітапты пайдаланбастан, дәстүрлі түс жорушы пайдаланбастан, яғни түс жорушы ойланып отырмау керек. Мына жерде кім Ибн Сирин қалай жорып еді, әжем не айтып еді деп ойланбауы керек ол кісі. Ол кісі өзінің интуициясына сүйеніп, бұл жерде зиян, демек адам өзіне қандай халде зиян жасауы мүмкін. Адам өзіне қымбат көретін, өзі жоғалтқысы келмейтін нәрселерді білдіру арқылы зиян келтіре алады. Немесе адам өзіне Құдай беріп қойған нығметтерді, рахаттарды жоғалту арқылы өзінің іс-әрекетімен қол екістеген зиян ете алады. Ал енді олар не демей түс жорушы ойланады? Ол адамның отбасы, ол адам денсаулығы, уақыты, осы бір үлкен нығметтерді бұл түс жорытушы маған жанағы бір құртып тұр екен ғой деп сұрайсыз. Енді сіз зияндықтарды біліп алдыңыз, енді сіз сұрақ қоясыз. Сіздің қандай өміріңізде бір уақыттан, денсаулықтан бір проблемалар болып жатыр деп сұрайсыз. Мақсат түс жорушының миын қозғалту. Яғни мақсат сұрақты дөп қою емес, мақсат түс жорушының жорытып атқан кісінің миын қозғалту. Енді ол айтады, мен денсаулығым нашар еді. Мен жанағы көп тамақ ішсем, маған доктор асқазаныңда мәселе бар деп диагноз қойып беріп еді. Маған аз-азда майлы жеме деп айтқан еді. Бірақ мен кеше шыдамай шашлық жеп жібердім, одан кейін қазыны жедім әдемілеп, сосын артынан зиянды сусындарды іштім қорытсын деп. Енді мен осындай түс көре қалдым деп айтады. Енді бұл жерде сіз жорисыз, денсаулығын құртып атқан адам. Өйткені ода диагнозы бар, ода белгілі нәрсе. Оған тыйым салған, сен май жеме деп, қазы деген өте майлы шіркін. Енді ода диагноз бар, демек ол сол шыдамастан өзінің денсаулығын құртып алды. Арақты ішіп жүрген адам денсаулығын құртып, қалай құртты? Майлы жеме деген кезде майлы жеді. Арақ ішпе дегенде іше қалдың, майлы жеме дегенде жей салдың. Екеуі, яғни өмірдегі харамдық пен түсіндегі үкім сәйкесіп тұр. Осылайша сіз интуицияңыздан жоруды ұсынасыз. Яғни бұл жерде ешқандай да бір магиялық, сондай бір ештеңе жатқан жоқ. Қарапайым ғана адамның ішіндегі интуиция жатыр. Бұл жерде түсініп жатқан болсаңыз, интуиция деген Ибн Сиринде де болды, сіздің әжеңізде де болды кезінде, ол сізде де бола білуі тиіс. Сіздің ешқандай да түс жорыған кезде адамның жай күйін түсіне білмесеңіз, оның көңіл күйіне
мәселесіне басыңызды қатыра білмесеңіз, сіз құрғақ қасық ауыз жыртады, оны дәстүрлі түс жорумен, жаңағы кітаптағы түс жорумен алдай алмайсыз. Құрғақ қасық беріп аузыңа тық нан же деп айта алмайсыз. Түс жору қазіргі біздің қоғамымыздағы үлкен проблемаларға кіріп кеткен. Құрметті түс жорытушылар, соны біліңіздер. Түс жоруға келген адам сізден талап етеді: менің басым ауырып тұр, менің ажырасу болып жатыр, менің ақшам жоқ, менің денсаулығым құртылды, мен өзімді таппай жүрмін, менің көрген түсім осыларды дұрыстап беретін шығар, сен маған айтқане. Осы нәрсемен келеді ол кісі, соны біліңіз. Ендігі жерде бұл тағы да айналып келеміз. Сіз бәсекелестікті дұрыс жағынан жасаңыз. Ғылыми түрде, ақыли түрде, интуициялық түрде дәлелдей беріңіз. Бірақ қорғана сенікі дұрыс емес, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деген әңгімені қойыңыздар. Мен бірден айтам, дәстүрлі түс жоруды мен дұрыс көрмеймін. Өйткені оның артында ақыли дәлелі жоқ. Кітаптан түс жоруды мен дұрыс көрмеймін. Өйткені ол жаңағы адам, кітапты жазып кеткен адам, немесе сол кітаптағы түс жорытқан адам, түс жорыған адам қазіргі заманда өмір сүрмейді. Қазіргі замандағы адамдардың жай күйін білмейді, оның не қалайтынын білмейді. Ол өмір сүріп жатқан адам жай ғана тудым, бала шағам аман болды, ләппай тақсыр, менің жолдасым, қожайыным, айтсаң болды, Аллаху акбар, болды. Ал біздің өкінішке орай дейміз бе, әлде бақытқа орай дейміз бе, білмедім. Біздің қоғамымыз қазір өте сондай бір энергиясы, мынандай бір тасыған, ауыспалы, қазіргі балаларды тайт дейсің, қазіргі балаларға ләппай мырзам дейсің, қазіргі әйелдерге өйт дейсің, ал бұрынғы әйелдерге, қазіргі әйелдерге екеуміз дейсің, бірге қылайық, бірге істейік, сен айт, сен жаса дейсің. Фарқы бар. Сондықтан бүгінгі айтпағым менің түс жорушылығы еді. Сәтті көрілім болсын, жақсылап түсініңіздер. Бұл видеода айтып жатқан бір сөзімнен қате тапсаңыз, маған жазыңыз, міндетті түрде бірге пікір талас жасайтын боламыз.